Адам атадан бастап Мұхаммед пайғамбарымызға дейін Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Құран кітапта 25 пайғамбар кездеседі. Сонымен бірге христиандардың қасиетті кітабы Библияда да осы пайғамбарлар кездеседі. Сондайын қараңыздар. Біріншіден енді Адам ата алғашқы адам, алғашқы пайғамбарымыз 930 жыл өмір сүрген. Библияда да христиандардың кітабында Библияда Адам ата болып кездеседі. Бірінші пайғамбар 360 жыл өмір сүрген. Екінші Библияда Енох деп жазылған. Алғашқы жазу білген, уақыт санай білген, киім тіге білген алғашқы пайғамбар. Келесі Нұх пайғамбарымыз Библиядан Ной болып кездеседі, 950 жыл өмір сүрген. Топан сумен білеміз оны, алғашқы кеме жасап ағаштан аман алып қалған. Одан кейін Худ пайғамбарымыз Библияда Еве деп кездеседі, 150 жыл өмір сүрген. Бұл енді топан судан аман қалған ат қауымына жіберіледі. Бірақ өкінішке орай ат қауымы бұл Худ пайғамбарымызды тыңдамай, яғни бұл великан қауым болады, өте бір өткекірек, көзімшілдеу. Алланың қаһарына ұшырап, 7 күн бойы дауыл болып, құмның астында, желдің астында қалып, ат қауымы жойылып кетеді. Келесі Салих пайғамбар Библияда кездеспейді. Бұл жайында 200 жыл өмір сүрген, Сам қауымына жіберіледі. Бұл қауымда бірақ өкінішке орай Алланың қаһарына ұшырап, жер бетінен жойылып кетеді. Келесі Ибрахим пайғамбарымыз Библияда Авраам деп кездеседі, 170 жыл өмір сүрген. Құстарды тірілтіп, өлген жануарларды тірілтетін бір қасиеті болыпты. Авраам енді бүкіл пайғамбарлардың атасы деп кездеседі көбінде. Яғни Ибрахимнан кейінгі пайғамбарлардың қандай да бір туыстық қатынасы бар, жиен болсын, інісі, ағасы дегендей әкесі болып келеді көбінде. Келесі Лот пайғамбар. Библияда Лот деп жазылады. Жиіркенішті жыныстық қатынасқа түседі бұлар. Лоттың қауымы өкінішке орай, яғни әйелдері бола тұра, еркектер бір-біріне құматады. Бұл қауымда да өкінішке орай жер бетінен Аллахтың қаһарымен жойылып кетеді. 80 жыл өмір сүрген екен. Келесі Исмаил 130 жыл өмір сүрген. Библияда Измаил деп кездеседі. Яғни бұл Ибрахимнің ең алғашқы баласы, Ибрахим Авраам пайғамбардың. Яғни екінші әйелінен туған баласы, бірінші әйел өкінішке орай қызғанып, Исмаилді Ибрахим Алланың қалауымен Меккеге алып кетеді. Құрғақшылық басталып, су жоқ. Кішкентай бала аңырап жылап жатқан кезінде жерден бір теуіп, су шығарып, уәдесі бойынша құрбандық шалу уақыты келген кезінде Исмаилді сойын деп жатқан кезінде пышақпен аспаннан көк қошқар жіберіп, Исмаилді аман алып қалады екен. Келесі Исхақ пайғамбарымыз Библияда Исхақ болып келеді, 170 жыл өмір сүрген екен. 160-170 жылдай өмір сүрген екен. Келесі бізде Яков. Библияда Яков болып кездеседі, 147 жыл өмір сүрген. Өкінішке орай Юсуфтың әкесі, Юсуф жоғалып кеткен кезінде бауырлары құртып, көзі көрмей қалады. Келесі 11-ші Юсуф пайғамбар. Библияда Иосиф болып кездеседі, Египетке жіберілген пайғамбар, түс жорушы, сұлу пайғамбарлардың бірі. 140 жыл өмір сүрген екен. Келесі бізде Шұғайб 254 жыл өмір сүрген, Мадиан қауымына жіберілген екен. Библияда Иофор деп кездеседі. Одан кейінгі Мұса пайғамбар. Ең көп осы Мұса пайғамбар туралы кездеседі Құранымызда. 136 рет жазған екен. Сонымен бірге осы Библияда Моисей болып кездеседі. Иудаизм дін таратушы деп кездеседі негізінде көбінде. Одан кейінгі Харун пайғамбарымыз, Мұса пайғамбардың ағасы. Библияда Арон болып кездеседі. Алғашқында Израиль елінің бірінші патшасы деуге болады. Келесі Дәуіт пайғамбар. Библияда Давид болып кездеседі, 100 жылдай өмір сүрген. Осы Израиль патшалығын 40 жыл басқарған, жануарлармен сөйлесе алады екен. Келесі бізде Сүлеймен пайғамбарымыз, 3-ші патша осы Израильдің. Библияда Соломон болып кездеседі, жануарлардың тілін түсінген бұл кісіде. Келесі бізде Аюб пайғамбарымыз, ауруларды емдеген емші болғанда көптеген сынақтар түседі Алланың тарапынан. Зулкифл Библияда Изекил деп кездеседі. Одан кейін 19-ші Юнус 80 жыл өмір сүрген. Библияда Иона деп кездеседі.
Нинова қауымына жіберілген екен. 33 жыл бойы осы Нинова қауымына дін таратып, бірақ өкінішке орай Нинова қауымы бұл Юнусты тыңдамайды. Содан кейін Алланың әмірін тыңдамай кетіп қалады. Мына мені тыңдамады деп Нинов қауымы сонымен оны теңізде кетіп бара жатқан жеріне киттің аузына салып жіберіп, Алла оны Юнусты қайтып тірілтіп киттің аузынан алып шығады. Сөйтіп қайтып тәубесіне келеді. 20-шы Ильяс пайғамбар, Библияда Илья деп кездеседі. Мұса пайғамбар қайтқаннан кейін осы Мұсаның орнына жіберілген пайғамбар. 21-ші Алияса, аулаларды емдейтін. Библияда Елисей деп кездеседі. Одан кейін келесі бізде Закария, Библияда Захария деп кездеседі. Бұл өкінішке орай қасиетті Мариямен көңілдес болды деп, көзіне шалшылады деп қауымы бұны кінәлайды. Қауымнан қашып, бір бұтаң арасынан тығылған кезінде бұны тауып алып, сол бұтамен ағашпен бірге кескілеп өлтіреді. Келесі пайғамбарымыз Яхия, Библияда Ион деп кездеседі. Закарияның баласы, 75 жасына дүниеге келген. Одан кейінгі Иса пайғамбарымыз. Иса пайғамбарымыз енді Библияда Иисус Христос деп кездеседі. Яғни христиан дінін таратушы деп. Мариямның баласы, әкесіз туған деп жазылады. 33 жыл өмір сүрген. Яғни білеміз, креске қадалып, шегелеп өлтіреді. Бірақ пайғамбар біз ең аз өмір сүрген, пайғамбарлар ішінде ең аз өмір сүрген 33 жыл. Кейбір ғалымдардың айтуы бойынша, оны тірідей аспанға алып кеткен Алла Тағала, яғни қиямет күні қайтып тірілту үшін. Қиямет күні ең соңғы біздің пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбар, Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мұхаммед пайғамбардан кейін қиямет күніне дейін ешқандай пайғамбар енді болмайды. Осы сендердің қауымдарың пайғамбар деп жіберілген екен. Жалпы келетін болсақ, 70 ғасырдай өткен екен, Адам атадан бастап Мұхаммед пайғамбарға дейін бойынша. Ал енді біздің Мұхаммед пайғамбарымыз ислам дініне келгеннен бері осы қазіргі уақыттанға дейін 15 ғасыр өтіпті. Осындай қызық жағдайлар бар. Ұнап жатса лайк басыңыздар. Рахмет, каналға тіркеліңіздер.